Қайырлы күн, біз бүгін осындай қатпарлы самса баклажан салмасымен әзірлейміз. Бізге керегі 2 баклажан. Мен баклажанды жуып, 2 басын тазалап тастадым. Енді осы баклажандарды сопақша етіп жұқалап тураймыз. Баклажанды осылай сопақша етіп турап, ыдысымызға жайып салып, үстіне тұз себеміз. Енді сұйық майды, осы баклажанның бәріне бір тегістеу үшін сұйық майды жағып шығамыз. Сұйық май құямыз. Баклажанға майды жағып болдық. Енді 15 минутқа қойып қоямыз. Баклажан жұмсару керек. Енді салмасына мен бір болгарскийді осылай жұқалап, майдалап тураймын. Болгарскийімізді майдалап турап болдық. Енді қызанағымызды осылай майдалап тураймыз. Мен қызанағым турап болдым. Енді бір бас сарымсағымызды майдалап тураймыз. Сарымсағымды майдалап турап болдым. Енді көк шөбімізді тураймыз. Укроп, петрушка қандай бар, сондай турай берсеңіздер болады. Маған осы жетеді укроп. Онда укропты майдалап турап салмамызға қосамыз. Біздің көкөністер осыншама болды. Енді оған 200 грамм фарш араластырамыз. Тұзымызды қосамыз, қарабұшымызды қосамыз, бәрін жағысылап тұрып араластырамыз. Бізде осылай түрлі түрісті фаршымыз дайын болды. Біздің баклажан 15 минут тұрды. Енді осы салмамызды осы баклажанның ішіне салып ораймыз. Осылай дөңгелетіп әкеп ораймыз. Сосын зубочисткамен осылай қыстырып қоямыз, ашылып кетпес үшін. Баклажанымыз орап болдық. Бізде 2 баклажаннан осыншама шықты. Енді бізге керегі қатпарлы қамыр. Менде қолдан жасалған қатпарлы қамыр бар еді. Сонымен жасай саламын. Енді осыны жаямыз. Қатпарлы қамырымызды жайып болдық. Енді осыны осылай баклажанның көлеміндей етіп кесеміз. Қамырымызды кесіп болдық. Енді осылай
қамырымыздың бетіне жұмыртқаны жағамыз. Енді осы қамырымызды салма салған баклажанымыздың сыртынан ораймыз. Зубочистканы алып тастап, осылай ораймыз. Ыдысымызды кисточканың көмегімен майлап, салмақ қосылған баклажанымызды осының бетіне салып қоямыз, араларын ашық-ашық қылып. Самсамызды осылай салып қойдық. Енді бәрінің бетіне айналдыра етіп жұмыртқамызды жағып шығамыз. Айландыра жұмыртқамыз жағып шықты. Енді беттеріне кунжут себеміз. Біздің самсамыз дайын болды. Енді осыны 30 минутқа духовкаға салып пісіріп аламыз. Баклажан қоспасымен қатпарлы самсамыз дайын болды. Осылай сарғыш түсті етіп пісіріп аламыз. Самсадан баклажанның болгарскийдің иісі шығып, ерекше иіс беріп тұр. Дәмі де керемет екеніне сенімдімін. Бәрімізге ас болсын.